Ферромагнетиктер деп аталатын заттар ең ерекше магниттік қасиеттерге ие. Ферромагнетиктердің көршілес атомдары сәйкес магниттік өріс тудыру үшін өздігінен реттеліп, домендер деп аталатын аймақтарды қалыптастырады. Көбіне жеке домендердің өрістері ретсіз орналасқан, және олардың өрістері бір-бірін толықтырады. Алайда сыртқы өрістің әсерінен олар реттеліп, сыртқы өрістен 1000 есе күштірек болуы мүмкін жаңа өріс пайда болады. Домендердің құрылымын денені өте жоғары температурада қыздыра отырып бұзуға болады. Мысалы, темір үшін бұл температура 770 градустан асуы керек. Темір, кобальт және никель ферромагнетиктерге жатады. Ферромагнетиктер арасында тұрақты магниттер мен уақытша магниттелетін заттар да бар. Олардың айырмашылығы домендер қозғалғыштығының әрқилылығында. Жұмсақ магнитті денелер оңай магниттеледі. Алайда олардың магниттелуі тұрақты емес, олар тез магнитсізденеді. Қатты магнитті денелер тек өте күшті магниттік өрістермен магниттеле алады. Бірақ магниттелген соң олар тұрақты магниттерге айналады. Дегенмен олар да біртіндеп магнитсізденуі мүмкін.